Сәлем қыздар, 2 күндік марафонда сіздердің білетіндеріңіз немен танысамыз, қандай программа болады, немен жұмыс жасаймыз. Мен теорик емеспін, мен практикпін. Теорияны көп айтпаймын, мен сразу практикаға өтемін. Сондықтан давайте бүгін марафонда немен өзгертеміз, қандай трансформация жасаймыз, қандай тақырыптар қамтылады, сол туралы айта кетсем. Бірінші, ол ақша программалары қалай жазылады бізге, қалай пайда болады, қалай біз программаланамыз, ақшаның жоқ екеніне, ақша қиын келетініне, жалпы сол туралы болады. Келесі, ақшаға байланысты түпсанада жатқан программаларды анықтаймыз. Яғни мимен вроде бәрі бар сияқты, вроде все нормально сияқты. Мимен ақшаны қалаймыз, бірақ ақша келмей тұр ғой бізге. Сол келмей тұрған түпсанадағы себептерді, программаларды табамыз. Оларды тауып қана қоймай, оларды өзгертеміз. Яғни на практике дәл қазір, дәл эфир кезінде осы сабақта өзгертетін боламыз. Келесі, не үшін бәрін біле тұрады? Барлық идея жетеді, опыт жетеді, стаж жетеді, бірақ та ақша таба алмайды. Не үшін? Не үшін деп ойлайсыздар? Именно осы не үшін екенін айтатын боламыз, себептерін. Келесі, ниетті қалай дұрыс қоямыз? Яғни ниеттің өзінің қойылу стратегиясы деймін ба, техникасы деймін ба, бар. Ниетті дұрыс қойған кезде, яғни біздің эмоциямен, біздің ойымыз сәйкес келген кезде, біздің өмірімізде сол нәрсе өте тез болып кетеді. Келесі, болашақты қалай жасаймыз? Болашақты қалай жасаймыз? Сол туралы эфир болады. Потом не үшін қарыз боламыз? Не үшін адамдар қарызға кіреді жалпы? Оның себебі қандай? Основной сезімі, себебі ол қай жақтан шығып жатыр? Яғни себеп салдарлы психология, бұл жерде. Сонымен жұмыс жасайтын боламыз. Потому что біздің өмірімізде қазір болып жатқан нәрсенің барлығы ол біздің өткеніміздегі бір оқиғалар, бір ситуациялар, бір программалардың әсерінен. Яғни қазір мен өзімді дұрыс емес сезініп тұрсам, бұл состояние, бұл ой, бұл сезімдер менің ертеңгі күнімді жасайды. Ертеңгі күнде де мен ужасно сезінсем, ол менің болашағымды жасайды деген сияқты. Сондықтан да именно осы нәрселерді өзгерткен кезде сіздің болашағыңыз да жарқын болады. Келесі, ақшаға ішкі сыйымдылық. Яғни ақша емкості деп айтады ғой, денежный емкость. Әр адамда денежный емкость бар. Именно содан асып кеткен кезде психика защитаға өтеді. Яғни сопротивление деп жатамыз, откат деп жатамыз да, именно осы проработкада жүргендер, жылдап терапияда жүргендер, бірақ бұның себебі, бұның түбі басқа. Яғни бұл жерде психика защитаға көшті. Егер сен айына 100 000 теңге тауып жүріп, миллион теңге, 3 миллион теңге цел қоятын болсаң, онда автоматом сенің түпсанаң саған кедергілер жасап беріп отырады. Чтобы сен анаған барып қалмау үшін. Неге? Потому что түпсана үшін ақша опасно. Сол опасностьтан сені қорғайды, бір сөзбен айтқанда. Бізді ол жаққа жібермейді, қандай жолмен болсын. Сондықтан да біздің өмірімізде түрлі кедергілер шығып бастайды. Яғни балаң ауырады, күйеуің рұқсат бермейді, тағы бір нәрсе өзің ауырасың, желаниең болмайды деген сияқты, сенімсіз сезінесің, сенбейсің деген сияқты ми оправдание тауып береді. Яғни сылтау тауып береді, чтобы сенің оған бармау үшін. Психика екеуі. Және жалпы состояние туралы қысқаша. Және жалпы состояние туралы қысқаша айтатын боламыз. Енді бірінші, ақша программалары қалай жазылады? Ақша программалары жазылады бала кезде. Яғни бала кезде самый яркий сондай ақшаға байланысты ситуация болған кезде, сондай больной, сондай негативті ситуациялар болған кезде біздің миымызда ақшаға деген программалар жазылады. Менде мысалға түрлі жаңағыдай, енді 5-6 жылдан бері терапияда жүрмін ғой, адамдармен терапия жасаймын, түрлі клиенттер келеді, түрлі ситуациялар, түрлі оқиғалар, түрлі установкалар, олардың барлығының шығатын түбі сондай самый эмоциональный, сондай яркий болған бір ситуация. Из-за этого біз өмірімізде өзімізге ақша бермейміз. Ол қандай ситуация болуы мүмкін? Мысалға, кішкентай бала ақша ұрлаған болатын болса, ол үлкен өмірде көп ақша таба алмайды. Оның психикасы автоматом ақша тең ұят деген нәрсемен заложилась программа, что ақша тең ұят. Ақша тең чувство вины. Либо же ақша үшін біреуді, біз ойлаймыз, біздің өмірімізде менімен болған нәрселер ғана маған программа қалдырды. Жоқ, біз даже кинодан, естіген әңгімелерден, естіген біреудің оқиғасынан, көршінің басында болып жатқан бір нәрседен де біздің басымызда сондай программа қала береді. Яғни менде бір қыз болған, Санта-Барбара деген кино болды. Біз кішкентай кезімізде. Кім көрді, кім көрмеді, сондай кино болатын, содан программа алып қалған. Яғни өмірі реально Санта-Барбара. Измена, ана жаққа кету, мына жаққа кету. Бұл деген сөз заложилась программа,
что эмоциямен, яғни кішкентай бала фильмді көрген кезде соны эмоциямен көріп отырған кезде ол нәрсені ми менің өмірімде болып жатыр, значит әлем сондай екен деп қабылдап қалады, значит сондай болу керек, значит отношение сондай, значит ақша сондай деп қабылдап қалады. Мысалға тағы бір менде клиент болды, ауылда тұрады, ауылдың екінші ауылда өте бай кісілерді есітеді, өзі көрмейді, бірақ мамасынан папасынан естеді, что көрші ауылда байларды бүкіл отбасымен сондай бауыздап ақшасын тартып алып кеткен. Содан қызда сондай эмоциональный жаңағындай шок болады, жаңағындай естіп жатқан кезде қатты қорқып қалады. Из-за этого оның миында заложилась программа психикасында ақша тең опасность, яғни ақшаң болатын болса, сен бай болатын болсаң, сені өлтіріп кетеді. И не істейді оның психикасы? Тұрады да оны қанша тырысса да, қанша әрекет жасаса да, қанша білімді болса да, қанша мүмкіндіктер болса да, оған ақшаны бермейді. Потому что мида, түп санада, тереңде жатыр ақша тең опасность, ақша тең өлім, ақша тең қорқыныш. Из-за этого ақшаға бара алмайды. Дәл осылай біздің басымызда программалар жазылады. Давайте енді ақшаға байланысты программаларды анықтаймыз. Ақшаға байланысты программаларды анықтаймыз. Давайте ақшаға байланысты негативті 5 ассоциацияны жазамыз. Ақшаға байланысты 5 негативті ассоциация. Қазақшасы қалай болады ассоциацияны? 5 негативті жазамыз. Яғни бала кезіңізден, может есіңізде қалған, может ақшамен байланысты. Ақша дегенде бірінші 3 секундта басыңызға қандай ой келеді, қандай сезім шығып жатыр, ол сіздің түпсаналық программаңыз. 3 секундтан кейін келген, 5-10 секундтан кейін келгендер, ол просто мидың ловушкасы, ми алдап жатыр сізді. Сондықтан да дәл қазір ақшаға байланысты қандай ассоциация бар? 5-еуін жазып шығамыз. 5 ассоциация. Келесі жазып шығасыз, екінші қағазға алып, откуда же эта установка? Бұл установкалар қайдан шықты? Қайдан келе жатыр? Проследите. Әр қорқыныштың, әр сезімнің, әр ассоциацияның, әр ойдың арқасы бар, яғни тереңі бар. Проследите, қайдан келе жатыр? Жазып шығамыз, екінші параққа. Үшінші параққа, как оно повлияло на мою жизнь? Ол менің өміріме қалай әсер етті? Осы установкалар менің өміріме қалай әсер етті? Жазып шығамыз, үшінші параққа. Төртіншісі, что бы я хотела взамен? Что бы я хотела взамен? Оның орнына не қалаймын? Қалай болғанын қалайтын едім? Жазып шығамыз. Так, жазып шықтыңыз, қайдан шыққанын түсіндіңіз. Біздің ми өте сондай жаңағындай қызық құмар дейміз ғой. Ол жасап жатқан нәрсені түсіну керек. Сондықтан да, чтобы ми түсіну үшін, не үшін бұлай жасап жатырмыз? Чтобы бұл установкаларды табу үшін, және миға түсінікті болу үшін. Өзгерткенде не болады? Өзгертпегенде не болады? Осы кезде ми жақсы түсінетін болады. Что бы я хотела взамен? Жазып шықтыңыз. Енді переписываем установкаларды. Установкаларды жазған кезде, позитивті установкаларды жазған кезде қолданбаймыз не дегенді. Орысшада бар ғой, не хочу, не быть деген сияқты, қазақшада да бар ондай сөздер. Болмай қалу, қиналмай ақша тапқым келеді деген нәрселер, ол миға прямой, яғни біздің ми сверхточный компьютер. Яғни қандай сөз айтылып жатыр, соны прямой, буквально қабылдап алады. Яғни қиналмай мен ақша тапқым келеді дейтін болсақ, ол жерде қиналмай деген сөздің өзі мағына беріп тұр да, қиналу деген мағынасы бар. Соны ол сверхточный дәл солай алып қабылдап, соны өміріңізге іске асырады. Сондықтан да қолданбаймыз. Қиналмай деген сияқты негативті сөздерді, не деген сөздерді қолданбаймыз, қолданамыз өзімізге откликация ететін. Мысалға да, маған ақша ауыр жолмен келеді. Неге ауыр жолмен келеді? Проследите, ойы шығып тұр да, ақшаға байланысты ақша ауыр жолмен келеді деген. Проследим, қайдан келе жатыр бұл? Потому что, менің мамам, папам ақшаны ауыр тапты, өте ауыр тапты. И оны қараймыз. Бұл установка менің өміріме қалай әсер етті? Просто анализ жасап көріңіз. Қазір 30-дасыз, 40-дасыз, 20-дасыз да, просто анализ жасап көріңіз. Бұл установка менің өміріме қалай әсер етті? Яғни мен өмірімде оңай ақша тауып көрдім бе? Оңай ақша тапқан кезде мен өзімді қалай сезіндім? Или үнемі қиын ақша тауып келдім ба? Деген сияқты просто анализ жасаймыз. Яғни как повлияло на мою жизнь, менің өміріме қандай әсер етті? Потом бұл нәрсені өзгертемін уже. Яғни менің өміріме дұрыс емес әсер етті, значит бұл установка маған керек емес, ақшаны ауыр табу деген.
ақшаны қиын жолмен табу, ақшаны қиналып табу деген установка маған керек емес. Енді мен как я хочу, мен бұның орнына мен не қалайтын едім, да? Бұның орнына мен қалаймын, что ақша жеңіл келгенін. Жеңіл келген деген, жеңіл деген сөз ішіңізге кіріп жатыр ма? Или бұл жеңіл деген сөздің өзіне негатив бар ма? Просто қарап көріңіз. Или ақша оңай тапқым келеді. Или ақшаны рахаттанып жүріп тапқым келеді, иә? Рахаттанып, өзімнің қалаған жұмысымды жасап жүріп, кайфовать етіп жүріп тапқым келеді. Мысалға, мен осы психологиядан, терапия өткізгеннен, осындай видеолар түсіргеннен, пайдалы бір дүниелерді бергеннен я кайфую просто. Бұл менің өзімнің, бұл мен үшін даже жұмыста емес, бұл менің просто хоббиім десем болады. Я кайфую от этого. И бұл менің хоббиім, яғни бұл менің миссиям, бұл миссия мен өзіме де пайдалы, қаражат алып келеді, және менің қасымдағыларға да пайдалы, да, айналамдағыларға, чтобы олардың өмірін өзгерту үшін, ақшамен жаңағыдай программаларын өзгерту үшін, олардың өміріне әсер етті, олар программасын өзгертсе, олар ақша тауып бастайды. Бір ғана оның емес, яғни оның отбасына бұл пайда. Ол программаны өзгерткен соң, ол программа ол адамда ғана емес, оның бала шағасына да родовой программа болып беріледі деген сияқты жаңағындай өзіңізге откликация ететін оңай, жеңіл ма, қалай тапқыңыз келеді. Мысалға да дәл солай жазамыз, переписываем установкаларды. Положительныйге ішіңізге отклик болу керек. Установкалар қате дұрыс деп бөлінбейді. Установкалар меніңкі емес болып бөлінеді. Яғни кейбір адамдар да 2015 жылы аффирмация дегендер ютубтан енді шығып жатқан кезде көп адам аффирмация жасады. Айтты, визуализация жасады. Маған 12 жыл визуализация жасаған қыз келген, бірақ оның өмірінде өзгерген ештеңке жоқ. Неге? Потому что ол ютубтан көріп, ютубтан естіп, біреудің аффирмациясын, біреудің визуализациясын жасап жүрді. Яғни состояние берген жоқ, ол оныңкі емес, ол сенім оған кірмейді, откликация етпейді. Из-за этого өмірінде өзгеріс жоқ. Сондықтан да әр негативті сеніміңізді өзгертіп жазамыз. Өзіңіздікі болу керек. Яғни сол сезімдерді айтқан кезде сіздің ішіңізден энергия көтерілу керек. Отклик болу керек, бір сөзбен айтқанда. Сол кезде ғана сізде трансформация болды деген сөз. Яғни сол кезде ғана сіздің сенімдеріңіз өзгерді деген сөз.